Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен фри смесін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен фри дайындайтын боламыз. Картошкаларымызды жақсылап тазалап жуып алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей осылай турап шығатын боламыз. Ұзынша етіп. Керек құрамының барлығын видеоның астына жазып кететін боламын. Картошкаларымызды турап алғаннан кейін жақсылап суық суға 4-5 рет жуып алатын боламыз. Фриларымызды жақсылап кептіріп алатын боламыз. Кепкеннен кейін табамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін үстінен фриларымызды салып пісіретін боламыз. Жақсылап араластырып, екі жағын бірдей қылып пісіріп алатын боламыз. Майдан алғаннан кейін бірден фридің үстіне тұз себетін боламыз. Ақырында араластыратын боламыз. Етімізді турайтын боламыз. Менде мұнда сиыр еті, кез келген етті қолдансаңыздар болады. Жұқалап турайтын боламыз тез пісу үшін. Бұрыштарымызды ұзынша етіп турайтын боламыз. Бұрыш қолданбасаңыздар да болады. Пиязымызды, чесномызды барлығын ұзынша етіп турайтын боламыз. Табамызға майымызды қойып қыздырып алатын боламыз. Оның үстіне етімізді салып жақсылап қуырамыз. Менің етім өзінің суына пісті. Егер де сіздер піспаған жағдайда жарты кесе су құйып пісіріп алсаңыздар болады. Еттің суы барлығы тартылғаннан кейін барып, үстінен пиязымызды, чесномызды салып жақсылап қуыратын боламыз. 2-3 минуттай қуырып болғаннан кейін оның үстінен бұрыштарымызды салатын боламыз. Бұрыштарымызды да 3-4 минут қуырып алатын боламыз. Бұрыштарымыз 4-5 минут қуырып болғаннан кейін оның үстіне фри салатын боламыз. Фри салып болғаннан кейін олардың үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприкаларын салып 1-2 минуттай бірге пісіріп алатын боламыз. Астын өшіріп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Менде мұнда 2 адамға жасалған тағам. Егер сіздер көп адамға жасайтын болсаңыздар, тағы да етін, бұрышын, фриларын көбірек жасасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген тегін мастер-класстармен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.